Енді ромб шұңқыры біз алдыңғы сабақтарда айтқан болатынбыз. Көпір мен сопақша мидың дарзалды беті ромб шұңқыры болып табылады. Болмаса, яғни бұл төртінші қарынша вентрикулус квартустың, яғни аст түбі, осы ромб шұңқыры болып табылады. Оның жоғарғы жағы біз атап өттік, жоғарғы мыйшық аяқшасы, төменгі мыйшық аяқшалары. Мынау бүйіріндегі ортаңғы мыйшық аяқшасы көпірден созылып келе жатқан біз алдыңғы сабақтарда айттық. Енді оның құрылысы берілген, ол ортасынан стремидулярис ми жолағы арқылы жоғарғы көпір, төменгі бөлігі сопақша миға жатады. Енді ондағы осы ромб шұңқырында бас сүйек нервтерінің ядроларының проекцияланады. Соны біз келесі суретте талдайтын боламыз. Енді бұл ромб шұңқырында бұл енді стремидулярис деп алатын болсақ, екеуінің шекарасы мінекей. Яғни жоғарғы жағы көпір, төменгі жағы сопақша ми болып табылады. Енді мен қазір салу кезінде шартты белгілеуде жасап алайын. Сіздің кітаптарда қызыл, көгілдір қылып бояйды. Қозғалтқыш, сезімтал, вегетативті ядроларға сәйкес. Мен енді бояған кезде, егер бұлай боясақ, бұл қозғалтқыш. Егер оның үшін боямасам, сезімтал, ал егер торлап белгілесек, бұл вегетативті деп түсініңіз. Енді ромб шұңқырында 5-тен 12-ге дейінгі бас сүйек нервтерінің ядролары проекцияланады. Енді біз жоғарыдан төменге қарай жүріп отырайық. Олар симметриялы жұп болғандықтан тек біз бір жағын сипаттаймыз, сол арқылы ядролардың суретін саламыз. Бірінші 5-ші жұп нерв, бұл үшкіл нерв, нервус тригеминус. Оның бір қозғалтқыш, үш сезімтал ядросы бар. Бір қозғалтқыш ядросы, ол нуклеус моториус, мінекей көпірде орналасқан. Бір сезімтал ядросы, ортаңғы мидың ішкі құрылысында айтып өткенбіз, нуклеус трактус мезенцефаликус нервус тригемини деп. Сондықтан бір сезімтал ядросы ол ортаңғы миға дейін өтіп кетеді. Бір сезімтал ядросы ол көпірде орналасқан, нуклеус понтини. Үшіншісі ол анау төменге түсіп, жұлынға дейін созылады. Сондықтан нуклеус спиналис деп айтылады. Бұл 5-ші жұп. 5-ші жұп. 6-ші жұп бас сүйек нерві, бұл әкетуші нерв, нервус абдуценс. Абдуценс ол таза қозғалтқыш нерв, бір ғана қозғалтқыш ядросы бар. 7-ші жұп нерв, ол нервус фациалис. Нервус фациалис ол аралас нервке жатады. Себебі оның бір қозғалтқыш, бір сезімтал, бір вегетативті ядросы бар. Яғни нуклеус бұл моториус, қозғалтқыш ядросы, сезімтал ядросы нуклеус солитариус, және вегетативті ядросы нуклеус саливаториус супериор, яғни жоғарғы сілекей бөлу ядросы. Бұл 7-ші жұп. 8-ші жұп нерв, бұл нуклеус вестибуле кохлеарис, кіреберіс ұлу нерві. Оның екі бөлімі бар. Бұл таза сезімтал нервке жатады, 6 сезімтал ядросы бар. Оның латералда бар орналасқан парс вестибулярис, то есть парс кохлеарис, парс вестибулярис. Бұл кохлеарис 2 сезімтал ядросы бар, ал 4 ядросы бар. Сондықтан біз алдыңғы сабақтарда 8-ші жұпта көпірде де, сопақша мида да оның ядролары проекцияланады деп айттық. Стремидуляристен, яғни төмен сопақша мидың бөлімінде проекцияланады. Келесі 9-ші жұп, бұл тіл жұтқыншақ нерв, нервус глоссофарингеус. Бұл да аралас топқа жатады. Өйткені оның бір қозғалтқыш ядросы бар. Бұл нуклеус амбигус деп айтылады. Сосын сезімтал ядросы бар, және бір вегетативті ядросы бар. Нуклеус солитариус және нуклеус саливаториус инфериор, яғни төменгі сілекей бөлу ядросы. Бұл 9-ші жұп. Келесі 10-ші жұп нерв, ол нервус вагус. Нервус вагуста аралас топқа жатады. Аралас топқа жатады. Бір қозғалтқыш, сезімтал, вегетативті ядросы бар. Қозғалтқыш ядро 10 мен 9-ға ортақ амбигус, 9 мен 10-ға ортақ. Бір сезімтал ядросы бар, және бір вегетативті ядросы бар. Вегетативті ядросы нуклеус дарзалис, бұл ромб шұңқырындағы тригоном нерви вагиге проекцияланады. 11-ші жұп, бұл нервус аксессориус, қосымша нерв. Таза қозғалтқыш нервке жатады. Бұның 2 қозғалтқыш ядросы бар. Біреуі жұлында, то есть біреуі сопақша мида, біреуі жұлында орналасқан. 11-ші жұп. И
соңғы 12-ші жұп нерв, ол тлясты нерв, нервус гипоглоссус. Бұл таза қозғалтқыш нерв, бір ғана қозғалтқыш ядросы бар, яғни тригонум нерви гипоглоссиде проекцияланатын бір ғана қозғалтқыш ядросы бар. Ромб шұңқырындағы бас сүйек нервтерінің проекциялануы осы іспетті жүреді.